Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте әдемі және де дәмді болатын пирог жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды, қантымызды салып, біріккенше араластырамыз. Одан кейін сары майымызды араластырамыз жұмсақ. Какао қосамыз. Барлығын біріккенше араластырамыз. Ванилин қосамыз. Оны да біріккенше араластырамыз. Одан кейін орташа отта осылайынан қыздырып, қоюланғанша оны тағы да араластыратын боламыз, біріктіріп. Араластырып болғаннан кейін басқа табаққа салып, үстінен ұн қосып, уксус пен содамызды қосып, гаситетіп алғаннан кейін жаңағы қамырымызға құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін үстінен осылайынан міндетті түрде ситамен өткізіп, ұнды қосып отырасыздар. Одан кейін біркелкі болғанша елеп аламыз. Әбден барлығын біркелкі қылып елеп алғаннан кейін 6 бөлікке немесе 8 бөлікке бөліп, оны да жаңағындай домалақ қылып елейміз. Одан кейін барып осылайынан жаямыз видеодағындай. Біркелкі төртбұрышты қылып жайып аласыздар. Осындай формада жайып алсаңыздар да болады, немесе жаңағы осы пергамент қағазына карандашпен сызып төртбұрышты формасын сонымен жайсаңыздар да болады. Қамырымыздың барлығын осылайынан төртбұрышты қылып жайып аламыз, бірдей қылып. Жайғанда өте жұқа қылып жаясыздар ғой. Барлығын бірдей қылып өстіп жайып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 5 минутта пісіріп аламыз. Ол піскенше біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сметананы құямыз бір ыдысқа. Одан кейін 2 жұмыртқамызды қылып салып аламыз. Қант салып, ванилин салып, барлығын біріккенше араластырамыз. Араласқаннан кейін ұнын саламыз. Ұнымызды салып, біркелкі болғанша араластырып, оны жаңағы орташа отта қоюланғанша араластырып аламыз. Креміміз қоюланғаннан кейін газдың астын өшіріп, осындай қоюлық болу керек. Одан кейін бөлек басқа ыдысқа салып, тез суытып аламыз. Бетін міндетті түрде жабыңыздар, өйткені қатып қалады беті. Сары майымызды қосамыз. Миксерінен бір осылай миксерлеп алғаннан кейін жаңағы суыған кремімізді бір қасықтап салып отырып араластырамыз. Миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болғаннан кейін осылай корждарымызды бір-бірден әрқайсысына 2 немесе 3 қасықтан салып жағатын боламыз. Кремін жақып болғаннан кейін холодильникте бұрсу керек. Одан кейін барып уже жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.